Психолог сарапшылардың айтуынша, балалардың әлемді қабылдауы 2 жастан 15 жасқа дейінгі аралықта қалыптасады. Бұл кезеңде балалар ақпаратты белсенді түрде меңгеріп, шынайы өмір туралы идеяларды қалыптастырады және ойлау қабілетін дамытады. Дегенмен, осы кезеңнен кейін де дүниені қабылдау индивидуалды түрде өтеді және жеке тәжірибе мен қоршаған ортамен қарым-қатынасқа байланысты дами береді. Кеңес үкіметі кезінде өмір сүрген аға буынның дүниені қабылдауына талдау жасай отырып, олардың бала кезде ойнаған ойыншықтарына зейін қойсақ, олардың бала шақ және ересек өмір арасындағы тамаша параллельді байқаймыз. Я мужчина, хоть куда, в полном расцвете сил. Олардың қоршаған әлемді қабылдауына сол ойнап өскен қуыршақтар қатты әсер еткен. Осыған ұқсас үрдісті біз Барби қуыршағымен белсенді ойнап өскен 1980-90 жылдар аралығында туылған біздің ұрпақтың бойынан да байқауға болады. Сұлулық идеалы саналған Барби әлемді тануымызға өлшеусіз әсерін тигізді және қазіргі ересек шағымызда замандастарымыздың Барби қуыршағына ұқсаймын деген ұмтылысын байқаймыз. Шашымызды бояймыз, артық салмақпен күресіп, дене бітімімізге көңіл бөлеміз. Өйткені біз үшін бұлар нағыз сұлулықтың белгілері саналады. Сондай-ақ 2000 жылдары туылған және Братц қуыршақтарымен ойнап өскен ұрпақ өкілдеріне назар аударған жөн. Қазірдің өзінде олардың сол қуыршақтардың бейнесін қайталауға деген ұмтылысын көріп отырмыз. Сұлулықтың символы ретінде қабылданған Братц қуыршақтарына тән ерін үлкейту, қабаққа ота жасату, басқа да атрибуттардың кең таралуын байқамау мүмкін емес. Балалар санасында рөлдер мен идеалдар туралы түсініктердің қалыптасуына мультфильмдердің тигізетін әсерін зерттей отырып, біз әр дәуірдегі кейіпкерлердің бойынан айтарлықтай айырмашылықты байқадық. Біз көріп өскен Золушка мен Ұйқыдағы ару мультфильмдерінде көшбасшылық және құтқарушы рөлдері ер адамдарға берілді. Соның нәтижесінде біздің буынның әйелдері ер адамдар бізді құтқарып, қамтамасыз етсін деген ұғымды ұстанамыз. Дегенмен, кейінгі уақытта шыққан мультфильмдерді қарап отырып, бас кейіпкерлер мен олардың батылдығы бірінші орынға шыққанын байқаймыз. Рапунцель, Моана және Мұзды өлке секілді туындыларда қыздар батыл және мықты жан ретінде бейнеленген. Бұл мысалдар заманауи мультфильмдер әйелдердің күш-қуатына басымдық берілетінін және қыздарды тәуелсіз және батыл болуға шабыттандыратынын көрсетеді. Маған бүгінгі балалар кімді үлгі тұтады, кімді қаһарман санайды, кімге еліктейді деген сауалдар маза бермейді. Менің қызым Эльза, Рапунцель және осыларға ұқсас басқа да кейіпкерлерді идеал санаса, ұлым және оның құрдастары үшін өрмекші адам, Халк, Капитан Америка және өзге супербатырлармен тамсанады. Сондай-ақ Хаги-Ваги мен Сирена Бас сияқты фантастикалық кейіпкерлер өскелең ұрпақ арасында жұлдызға айналған. Бұлар біздің балаларды несімен қызықтырады? Біріншіден, бізде бұл кейіпкерлерге тең келер персонаждар жоқ екенін мойындаған жөн. Біз балаларымызға балама дүниелер ұсынбай тұрып, өзгелердің идеологиясына қызығуына және үлгі тұтуына тыйым сала алмаймыз. Бізде басқалар беріп отырған өнімдерді алмастыратын төл туындыларымыз қат. Мысалы, қазақ мультфильмнің кейіпкері Алдар Көсен алайық. Мультфильмде жағымды кейіпкер ретінде көрінсе де, балалардың Алдар сияқты кедей және айлакер болуды қалайтынына күмәнім бар. Осыдан біз балаларымызға өздерінің бірегей болмысы мен сұлулық туралы түсінігін қалыптастыру үшін қандай баламаларды ұсына аламыз деген сұрақ туындайды. Бұл мәдени мұраларды дамытып, қазақи сұлулықтың символына айналып алатын жағымды образдарды әзірлеуді талап ететін күрделі міндет. Сондықтан елімізде балалардың назарын өзіне аударатын және оларды қызықты тарихымызбен, танымал тұлғаларымызбен және этникалық әртүрлілігімізбен баурап алатын қолданбалы материалдардың өндірісін дамыту маңызды міндет. Бұл ұлттық болмысты сақтап, балалардың өз мәдениетіне деген мақтаныш сезімін дамытуға көмектеседі.